Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін пәніміз қазақ тілі бойынша бірінші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы етістіктің шақтары. Сабаққа негізделген оқу мақсаты 4-ші сыныптың 4-ші бөлімінің 2-ші бөлімшесінің 9-ші тақырыбы. Етістікті тиісті шақта, өткен шақ, келер шақ, осы шақта қолдану. Бағалау критерийі. Тыңдалған мәтін бойынша тірек сөздерді белгілейді, етістіктің шақтарын анықтайды. Жалпы етістік дегеніміз, біз бұрын өткеніміз барлығымыз таныспыз, заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөз табы. Ол не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Сөйлемде баяндауыштың қызметін атқарады. Етістіктің шақтары іс-әрекеттің орындалу уақыттарын айқындайтын көрсеткіш. Етістіктің 3 шағы бар. Бірінші осы шақ, екінші өткен шақ, үшінші келер шақ. Етістіктің шақтары іс-әрекет жай-күйдің болу мезгілі мен сөйлеп тұрған уақыт арасындағы қарым-қатынасты білдіретін грамматикалық категория. Қимыл мен әрекеттің жүзеге асу кезеңін білдіру етістік шағы деп аталады. Етістік іс-әрекеттің жүзеге асу мезгілін білдіреді. Соған орай етістіктің 3 шағы. Осы шақ іс-әрекет қазір орындалып жатады. Сұрағы: не істеп отыр? Мысалға, мен жазып отырмын, сен жазып отырсың, ол жазып отыр. Өткен шақ. Іс-әрекет бұрын орындалып кеткен. Сұрағы: не істедім, не істедің, не істеді? Мысалға, мен келдім, ол келіпті. Үшінші келер шақ. Іс-әрекет алдағы уақытта орындалады. Сұрағы: не істеймін, не істейсің, не істейді? Мысалы, мен айтамын, олар ертең ұшады, ауылға барғалы отыр. Шақ дегеніміз, балалар, мезгіл, кезең деген мағынаны білдіреді. Шақ деген қимыл атауы да бар. Мысалы, өрікті шақта дәнін жие. Шақ категориясы белгілі бір әрекетті немесе қалыпты көрсететін етістіктің 3 нақты мезгілі. Осы өткен немесе келер шақты білдіруі. Келесі тақырыбымызды түсінген болсақ, жаттығуларды орындауды бастаймыз. Бірінші жаттығуда мұқият оқимыз, мәтіннің негізгі тұстарын белгілейміз. Ғарыш дегеніміз не, балалар? Мәтіннен белгілеген тірек сөздер бойынша мәтіннің мазмұнын айтамыз. Мәтіндегі таралады, жетеді, тұрады, жатады етістіктерінің қай мезгілде болған іс-әрекетті білдіріп тұрғанын айтамыз. Келесі, екінші жаттығуды орындаймыз. Сөйлемдерді қатесіз көшіріп жазамыз, етістіктерді тауып, астын сызып, олар қай мезгілдік ұғымда жасалған, қай шақта тұрғанын анықтаймыз. Үшінші жаттығуға назар аударамыз. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Аспанда бір алып құс ызғып ұшып барады. Қарап тұрсаң ғажайып, соңында із қалады. Мұнда жұмбақтың шешуін табамыз, етістікті тауып, қай шақта тұрғанын байқаймыз.
Үшінші жаттығуымызды орындап болсақ балалар, төртінші жаттығуға назар аударамыз. Мұнда жаңылтпаш берілген, жаңылтпашты жадқа жазамыз. Ғарышкер ұшты ғарышқа, ғарышқа ұшты ғарышкер. Айтшы, ғарыш алыс па? Қатесіз жазамыз. Каллиграфиялық нормаларды сақтап, көркем, әдемі қылып жазамыз. Мұнда тапсырмасы етістіктің астын сызып, қай шақта тұрғанын айтамыз. Төртінші жаттығуды орындап болсақ балалар, бесінші жаттығуға назар аударамыз. Мұнда төмендегі жұрнақтар мен көмекші сөздердің қай шақта қатысты екенін табамыз. Ып, әп, пы, отыр, тұр, жүр, жатыр. Келер шақ. Мақ, мек, бақ, бек, пақ, пек, шы, ші, еді, емес. Осы шақ. Ып, әп, пы, ды, ді, ты, ті, ған, ген, қан, кен, атын, етін, еді, екен. Өткен шақ. Енді осылар шатыстырылып берілген. Сендер қай жұрнақ, қай көмекші сөз, қай шақта тұратынын тауып сызамыз. Біреуін айта кететін болсақ, мысалы, оқушы оқып отыр. Ол отыр, яғни осы шақтың көмекші сөз болып табылады. Сабағымызды қорытындылай келе, бүгін сабақтан ойыңа не түйдің? Бүгінгі тақырыпта қаншалықты меңгергеніңді табыс баспалдақ арқылы, тиісті баспалдаққа таңба қою арқылы белгілеп көрсетеміз. Бүгін біз мақсатымызға жеттік пе? Тыңдалған материал бойынша тірек сөздерді белгілей алдық па? Етістік шақ түрлерін анықтай алдыңдар ма балалар? Үйге тапсырма ретінде 80-ші беттегі 6-шы тапсырманы орындаймыз. Тірек сөздерді пайдаланып, қазақ ғарышкерлері тақырыбына мақала құрап жазамыз. Сау болыңдар балалар.